Қыздар, бүгін біз X тәріздес бона тігетін боламыз. Ол үшін бізге осындай лекаламыз қажет болады. Біздің лекаламыз 3 бөліктен тұрады. Алдыңғы жағы және мынау артқы жағы және мынау үшінші бөлік үстіңгі жағы болады. Қазір тігіп көрсетемін. Алдымен мына артқы бөлігін аламыз. Матамызды екіге бүктейміз. Менде Калифорния трикотаж. Оң бетмен оң бетін беттестіріп, осы лекаламызды қоямыз. Бастырып шығамыз. Мына жағы бізде сгиб. Екінші бөлігімізді аламыз. Бұдан бізге екеу керек және мына жағында сгиб болу керек. Мінекей, тұтас жер осы жер. Осы жағына қоямыз. Сгибке қоямыз. Бұдан бізге 2 штук қажет болады. Міне, бір бөлігін қиып алдым. Енді тура осының екіншісін қиып аламын. Енді осы бөлігімізді қиямыз. Бұл жоғарғы жағында тұрады біздің бонамыздың. Ұзын бір бөлшек болады. Екіге бүктемейміз. Осы бір қабатынан қиып аламыз. Барлық бөліктерімізді қиып алдық. Енді шетінен кішкене қиып белгі салып кетеміз осындай. Кішкене ғана қиямыз. Енді алдыңғы бөліктеріміздің оң бетін осы жерге қоямыз. Міне, сгиб жағын төменге қаратып, екінші жағын мына жерге қоямыз. Міне, белгілеп кеткен жерімізге дейін ғана қоямыз. Енді мына бөлігімізді жабамыз. Осы екі шетін тігіп шығамыз, алдымен инелеп аламыз. Екі жаннан тігіп алдық. Енді оң жағына айналдырамыз. Осындай болып бонамыздың алды дайын болды. Енді біз үстіңгі бөлігін тігу қажетпіз. Ол үшін манағы қиып алған үшінші бөлігімізді оң бетпен оң бетін беттестіріп, осы бір қапталын тігіп аламыз. Үшінші бөлікті тігіп алдық. Енді екі бөлігімізді оң бетмен оң бетін бір-біріне кигіземіз. Видеодағыдай тігістерін бір-біріне келтіріп, осы кезде шатасып кетпей, айналдырып инелеп шығамыз. Яғни айналдырып біздер тігіп шығу қажетпіз. Айналдырып тігіп алдық. Енді оверлоктың жібін жасырып, осы видеодағыдай жасаймыз. Содан кейін жақсылап бонамызды тіктейміз. Біздің бонамыз дайын, өте әдемі, бастан ыңғайлы тұрады.